Тайм менеджментте бір затты жоспарласаң, оны орындауға кішкене көбірек уақыт бөлу керек деп қабылданған. Есеп шығаруға 45 минут кетеді, оған 1 сағат бөлейік. Отчет жасау үшін 4 күн қажет пе, онда осы жұмысқа 1 апта уақыт бөлейік. Мұндай қосымша уақыттар неше түрлі сюрприздарға қорғайды және жұмысты уақытында орындауға көмектеседі. Бір қызығы, бұл өте ақылға қонымды тәсіл продуктивностьтің төмендеуіне алып келеді екен. Бұл видеода Паркинсон заңы дегеніміз не және ол біздің уақытты басқаруымызға қалай әсер ететіні туралы сөйлесетін боламыз. Бұл Шерхан Мұстафа YouTube каналы. Кеттік. Паркинсон заңы дегеніміз не? Жұмыс оған бөлінген барлық уақытты алады. Қарапайым тілмен айтсақ, жұмысқа біз қанша уақыт бөлсек, оны орындауға сонша уақыт келеді. Бірінші мысалға қарастырайық. Адамның күнделікті үйін тазалауына жарты сағат кетеді делік. Бұл уақыт оған үйін таза қылып ұстап отыру үшін жеткілікті. Алайда егер ол тазалыққа 1 сағат уақыт бөлсе, онда тазалық дәл сонша уақыт алады. Екінші мысалды қарастырайық. Бір жерде 2 менеджер жұмыс істейді делік. Олар қиналып болсын жұмыстарын жасай береді. Олардың өмірін жеңілдету үшін компания тағы 2 адамды қабылдайды. Теориялық тұрғыдан әр қызметкердің жұмыс көлемі 2 есе қысқару керек. Іс жүзінде бұлай болмайды. Неге екені белгісіз, менеджерлер әлі күнге дейін күні бойы жұмыстан бас тара алмайды. Яғни 4-еуінде басы бос емес. Бос емес дегенде енді жұмыс деп атады дегенсіз ғой. Сондай-ақ Паркинсон заңын студенттердің өмірінен де байқасақ болады. Белгілі бір тапсырманы орындауға, мысалы диссертация жазу немесе емтиханға дайындалуға қанша уақыт берілгеніне қарамастан, студент бәрібір тақалған кезде жасауы мүмкін. Өзім случайымды айтып кетейін. Мен жағдайымда бізге бір жарты жыл уақыт берілді диссертация жазуға. Тақырып бәрі таңдалып қойған, бірақ мен диссертация жазу керек деген оймен, уайыммен жүріп, жарты жыл уақыттың барлығы осымен кетіп қалды. Не диссертация жазылған жоқ, не бір күшті болып жүрген жоқпын да, постоянно уайыммен жүрдім деген сияқты. Сонда келген кезде, 1 апта қалған кезде мен жазып бастадым және 1 аптаның ішінде үлгеріп бітірдім да осы нәрсені. Паркинсон заңы осындай қылықтарды не үшін жасайтынымызды түсіндіреді, оны кейінірек тоқталатын боламыз. Ал енді қазір тарихына көшсек. Заңның авторы британдық жазушы және тарихшы Кирилл Нордкот Паркинсон. 1955 жылы ол The Economist журналында бюрократияға қарсы бағытталған сатиралық брошюраны жариялады. Мақала бүкіл әлемде бірден тез танымал болады. Онда көрсетілген ереже Паркинсон заңы немесе Паркинсонның бірінші заңы деп аталып кетеді. Мақаланың авторы кейінірек өзі осы тақырыпта кітап жазып шығады. Кітап қысқаша былай: өзін өте қатты басы бос емеспін деп, яғни көп жұмыс істеймін деп ойлайтын чиновник, бір шенеунік өзінің жұмысын орындау үшін 2 қосымша жұмысшы жалдайды. Әрі қарай оқиға қайталанады. Оның қызметкерлері де өздеріне қызметкерлер жалдайды. И сонда 7 адам бір жұмысты жасап отқан болып шығады. Барлығы да бос емес, жұмыс істеп жатыр, бірақ нәтижеде жұмыстың жылдамдығы да, сапасы да еш қалай өзгермеген болып шығады. Қысқаша тарихы осында. Енді Паркинсон заңы тайм менеджментте қалай жұмыс істейтініне тоқталайық. Бірінші жұмыс кестесі. Жұмысты орындауға неғұрлым көп уақыт берілсе, ол соғұрлым көп уақыт алады. Бір оқушыны алайық, Дархан деген. Оған үй жұмысына берілген есепті шығару үшін 1 сағат қажет делік. Егер ол бұл тапсырмаға 2 сағат уақыт бөлсе, онда ол оны орындауға 2 сағат уақыт кетеді. Арты уақыт басқа нәрсеге алаңдауға, мысалға үй жұмысын орындап отырып, әлі артық бір жарты сағатым бар ғой, әлі 1 сағатым бар ғой деген сияқты, бір TikTok қарап алайын, немесе жұмыстың баяу жүріне, әлі 1 сағатым бар ғой, асықпай істей берсем болады деген сияқты, немесе перфекционизмге, мысалға шарт қоясың, күшті қылып суретін салып қоясың, бірақ сонда да әлі уақыт бар ғой, күштілейін деген сияқты бос уақыт кетіп қалуына себепкер болады. Келесі мерзімге байланысты дедлайнға дейін көп уақыт болса, жұмыс соғұрлым баяу жүреді. Классикалық мысал, егер фрилансердің тапсырманы орындауға 1 аптасы болса, ол оны соңғы күні ғана белсенді түрде жасай бастайды. Үшіншісі жұмыс күні, яғни жұмыс күні ұзақтығына қарамастан әрқашан жұмысқа толы болады. Мысалға сіз 6-ға дейін жұмыс істесеңіз де, 9-ға дейін жұмыс істесеңіз де, бәрібір жұмыс ешқашан бітпейді. 9-ға дейін жұмыс істесеңіз де жұмыс істей бересіз, 9-ға дейін, 6-ға дейін болса да ол жұмыс ешқашан бітпейді. Адамдар Паркинсон заңын әдейі істейтін сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ ол олай емес. Осы заңның негізінде 2 үлкен бір ловушка жатыр. Біріншісі, уақыт дегеніміз жақсы, яғни сіз 10 сағат жұмыс істедіңіз, өте керемет, жарайсыз. 6 сағат жұмыс істедіңіз, кішкене жарайсыз енді. Ал 2 сағат жұмыс істедіңіз, онда сіз
мүлдем жарамайсыз, адам болмайсың сен бар ғой деген сияқты. Жұмыс жасауға неғұрлым көп уақыт келсе, ол соғұрлым маңызды және сапалы болып көрінеді. Мысалы, егер механик машинаны жөндеуге 5 сағат жұмсаса, және жұмыс үшін 10 мың теңге сұраса, біз тыныш қана істеген жұмыс үшін 10 мың теңгесін оған бере саламыз. Ал егер басқа бір сантехник немесе дәл сол сантехник ол жұмысты 10 минутта немесе 5 минутта бітіріп тастайтын болса, тез-тез біз оған недовольны болып қаламыз. Сен қалай тез-тез бітіріп тастадың, 2-5 минутта істеген жұмысың үшін 10 мың теңгені сұрайсың ба деген сияқты. Бірақ екеуінің жасаған жұмысы бірдей. Бірінші тұзақ уақытқа байланысты ол, яғни сен неғұрлым көп уақыт жасасаң, сен соғұрлым баға алсың. Ол жұмыс сапалы болып жатыр ма, жоқ па, бәрібір. Екінші тұзақ жұмыс беру арқылы жазалау. Егер біз кез келген тапсырма, мысалы бастығыңыз тапсырма береді, 2 күн бұрын орындап тастасақ, бізге қандай да бір сыйақы беріледі ме? Дұрыс жауабы берілмейді. Бізге сыйақының орнына келесі тапсырма түрінде жаза беріледі. Бұл әсіресе компанияларда және мемлекеттік ұйымдарда байқалады. Мұнда тез жұмыс істеген үшін әдетте жаңа жұмыс немесе жаңа міндеттер беріп тастайды. 2 ловушка қосылса вообще бомба болады. Яғни адамды еріксіз уақытты созуға, баяу жұмыс істеуге итермелейді. Ал неге ол асығыс тез жұмысын бітіріп тастау керек? Бағана бірінші ловушканы еске түсірейік. Егер ол жұмыс істеп жатса, ол значит супер молодец, красавчик адам. Екінші ловушка бар, егер ол жұмысын ертерек бітіріп тастаса, оған жаңа бір жұмыс беріп тастайды. Сол үшін де жұмысын ертерек бітіргісі келмейді. Уақытын созып, соңына дейін жүре береді. Жалпы Паркинсон заңы біздің өмірімізге кері әсерін тигізеді. Біріншіден, жұмыс еріксіз түрде баяу жүреді. Осыған байланысты біз қол жеткізуге болатын нәтижелерге қол жеткізе алмаймыз. Просто уақыт созып жүре береміз. Екіншіден, уақыт созып асықпай істелінген жұмыстың бәрібір жұмыс деген аты бар. Жұмыс уақыты созыла берсе, ол біздің демалуға, хоббиімізге немесе отбасымызға арналған уақытты алып қояды, өкінішке бар. Енді Паркинсон заңымен қалай күресеміз? Жақсы жаңалық бар, біз оны толықтай жеңе алмасақ та, бірақ та теріс әсерін кішкене де болсын жоя аламыз. Ол үшін сіздің тайм менеджментке деген көзқарасыңызды түбегейлі өзгерту керек болады. Продуктивность үшін өзіңізді жазаламаңыз, керісінше марапаттаңыз. Егер сіз тапсырманы немесе жұмысты мерзімінен бұрын аяқтаған болсаңыз, келесі жұмысқа бірден кіріспеңіз. Кем дегенде қысқа үзіліс жасаңыз, серуендеңіз, кофе ішіңіз, немесе ұнайтын нәрсені жасаңыз да өзіңізге. Былайша айтқанда кайфуйте. Егер сіз бір күндік жұмысыңызды толық орындап қойған болсаңыз, пысықсынып жаңа бір жұмыстар қойып тастамаңыз да өзіңізге. Жұмысыңызды дереу тоқтатыңыз. Үйге барыңыз, жақсылап демалыңыз. Күннің соңында лайықты демалыс бұл адам үшін мотивацияның ең күшті көздерінің бірі. Бұл стратегия жұмысқа деген көзқарасымызды өзгертеді. Енді сізде уақытты созуға деген қажеттілік дейміз ба, немесе ауру дейміз ба қалмайды. Оның орнына істерді тезірек бітіруге деген ұмтылыс пайда болады. Сіз кітап немесе курстық жұмыс жазып жатырсыз делік. Күнделікті жұмысты 2 жолмен жоспарлауға болады. Уақытқа байланысты 2 сағат диссертация жазу, нәтижеге байланысты 500 сөз диссертация жазу. Жоспарлаудың бірінші әдісімен сіз күшті жұмыс істеп жатқан сияқты көрінесіз өзіңізге. Бұл табиғи нәрсе. Егер сіз бөлінген 2 сағатта тек 2 сөйлем жазсаңыз, ресми түрде тапсырма орындалды деп саналады. Жоспарлаудың екінші әдісімен бұндай азғырулар орын алмайды. Сіз жұмыс орындалып бітпейінше, яғни 500 сөзді жазып бітпейінше жұмыс орындалды деп айтуға қақыңыз жоқ. Сонымен қатар жұмыстың өзі қанша уақыт алатыны маңызды емес. 2 сағат болуы мүмкін, ол 15 минутта жазып тастауыңыз мүмкін 500 сөзді деген сияқты. Мұндай нәтижеге бағытталған жоспарды көптеген жұмыстарымызға қолдансақ болады. Мысалға, азанда жүгірудің орнына азанда 3 километр жүгіру. Серікпен кездесудің орнына серікпен кездесіп договорға қол қою. Инстаграм жүргізудің орнына Инстаграмда бір айда 20 пост салу немесе рилс салу. Шексіз тапсырмаларды шектеңіз. Дүкенге бару деген жұмыс қай уақытта аяқталады? Ол спейсте тұрған барлық тауарларды, яғни продуктілерді алып болғаннан кейін аяқталады деп саналады. Бірақ серуендеуге, кітап оқуға немесе шет тілін шексіз үйренуге болады. Бұл тапсырмалардың аяқталуы жоқ. Мұндай тапсырмаларды созбау үшін олар үшін уақытпен шектеу қою қажет. Мысалға, паркта жүру 1 сағат, медитация жасау 15 минут, ақша психологиясы деген кітап оқу 1 сағат деген сияқты.
Тапсырмаларға берілген уақытты қысқартыңыз. Егер сізге бір тапсырманы орындауға, бір жұмыс орындауға 30 минут қажет болса, оны 25 минутта бітірем деп жоспарлаңыз және сол уақыттың ішінде бітіруге тырысыңыз. Немесе таймер қойып қойсаңыз да болады сол уақытта бітіру үшін. Біріншіден, бұл сізді тезірек жұмыс істеуге ынталандырады. Екіншіден, Паркинсон жаны шынымен де жұмыс істей ме тексеріп көре аласыздар өздеріңіз. Демалуға уақыт бөліңіз. Жұмыс оған бөлінген барлық уақытты алатын болғандықтан, жұмыс демалуға берілген уақытты да оңай алып кетеді. Бұған жол бермеу үшін кестеңізге демалыс блоктарын алдын ала қосып қойыңыз. Оларды кәдімгі жұмыс сияқты жоспарлауға болады. Мысалға, таңғы сағат 10-да видео монтажын істеймін сағат 11-ге дейін, 11-де сабаққа дайындаламын деген сияқты, 12-ге дейін, 12-де мен 2 сағат жұмыс істедім, жарты сағат демаламын да жұмыс істеп болғаннан кейін. Мысалы, немесе обед ішіп болдым, обедтен кейін мен жарты сағат отырып демаламын деген сияқты өзіңізге жұмыс сияқты қылып отдых деп жеке бір планыңызға, жоспарыңызға жазып қойсаңыз болады. Сондай-ақ сіз өзіңіз үшін X сағатын қойып қоя аласыз. Яғни сағат 8-ден кейін немесе сағат 6-тан кейін мен жұмыс істемеймін дейсіз және ол уақыттан кейін мүлде жұмысты тоқтатасыз. Яғни барлық жұмысты тоқтатасыз. Қиын, ауыр жұмыс күнінен кейін үйге барып демаласыз, шаттанасыз, қуанасыз, отбасыңызбен бірге уақыт өткізесіз деген сияқты. Міне сіздермен Паркинсон заңымен қалай күресуге болатын 5 жолын атап өтіп кеттім. Өздеріңіздің тайм-менеджменттеріңізде қолданып көрсеңіздер болады, уақыттарыңызды тиімді өткізуге көмектеседі деген үміттемін. Видео пайдалы болды деген сенімдемін. Уақыт пайдалы қазына, өтіп кетсе қайтып қайтара алмаймыз. Сондықтан сіздерге уақыттарыңызды тиімді әрі берекелі өткізуге тілектеспін. Видеоға лайк, комментарий және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.